Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен осындай керемет, өте қазір хит болып жатқан пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Олай болса видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Осы пирогқа қажетті бүкіл ингредиенттің барлығын төменге описанияға жазып қалдыратын боламын. Олай болса видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен таза құрғақ ыдысқа ұнымызды саламыз, електен өткізіп, одан кейін соған қажетті майымызды салып, осылай терканың көмегімен үкіштен өткізіп, ұнға араластырамыз. Дәл осы видеода көрсетілгендей етіп жасасаңыздар болады. Үкіштен барлығын өткізіп алғаннан кейін, тағы да қолымызбен осылай бір келкі болғанша ұн мен майды жақсылап араластырамыз. Ұн мен майды бір келкі етіп араластырып болғаннан кейін, ванилин және де қопсытқыш, одан кейін жұмыртқа, қант салатын боламыз. Сосын барлығын жақсылап араластыра отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Дайындап алған қамырымызды осындай өзімізге қажетті мөлшердегі, яғни ыдысымызға саламыз. Сөйтіп жақсылап жұқалап, шетіне жиектерін қалдыра отырып, жайып шығамыз. Міне қамырымызды жақсылап жайып алдық. Енді үйдегі бар мейізді, менде мысалы мына жерде ақ және қара мейіз, аздап өрік, олардың барлығын жақсылап жуып дайындап алдым. Одан кейін жер жаңғақ пен грек жаңғағын осылай бірінші саламыз жайып, оның үстіне жаңағы мейіздерімізді салып, барлығын тегістеп ортасына жайып салып аламыз. Одан кейін біздің сгущенкамыз әдемі болып ағуы үшін алдын ала қайнаған суға осылай баклажкасымен салып қойдым. Сол кезде осылай тез-тез құйылады. Бұл пирог сгущенка қосылған соң қатты тәтті болып кетеді деп ойлауларыңыз мүмкін, бірақ мүлдем олай емес. Және де мейіз, жаңғақ бұл көктем уақытында өте пайдалы. Сол үшін жасап көріңіздер міндетті түрде. Сгущенканы құйып болғаннан кейін осындай арнайы силиконовый күрекшенің көмегімен немесе қасықтың көмегімен бетін тегістеп жағып шығамыз. Одан кейін пирогымызды қызып тұрған духовкада 180 градуста 20-25 минут пісіріп аламыз. Одан кейін міндетті түрде жарты сағат, 1 сағат немесе түннен азанға, тоңазытқышқа қалдырып қойсаңыздар, одан да дәмді болады.